Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 87-ші бабына сәйкес қызметкерлерге әлеуметтік демалыс алу құқы беріледі. Атап айтқанда, жалақы сақталмайтын демалыс, оқу демалысы, жүктілікке және бала тууға, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты демалыс. Бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс. Бір жыл ішінде 3 жұмыс күннен аспайтын көлемде скринингтік зерттеулерден өтуге арналған демалыс. Кемінде 3 жұмыс күні көлемінде 12 аптаға дейін жүктілігі бойынша медициналық есепке қоюға арналған демалыс. Әлеуметтік демалыс бұл ана болу үшін қолайлы жағдайлар жасау, скринингтік зерттеулерден өту, балаларды күту, өндірістен қол үзбей білім алу және басқа да әлеуметтік мақсаттар үшін қызметкерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату. Көрсетілген демалысты беру жұмыс берушінің актісімен рәсімделеді. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, әлеуметтік демалыста болу кезеңі еңбек өтіліне есептелетінін атап өткен жөн.